Сәлем достар! Бүгін сіздермен каркаде жайында айтатын боламыз. Арнаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Каркаде қызыл күрең түсті сергітетін сусын. Оны Мысырда және басқа ыстық елдерде барлық аурудан құтқаратын панацея деп санайды. Ал бізде бірінші ретте оның жағымды дәмі үшін бағалайды. Каркаде суық және ыстық күйінде әртүрлі қасиетке ие болатындығын бәрі біле бермейді. Ендеше каркаде шайының пайдасы мен зиянды тұстарын ұсынамыз. Каркаденің пайдасы жайында айтатын болсақ, каркаде гибискус гүлінен дайындалатын сусын. Каркаденің құрамында көптеген пайдалы микроэлементтер бар. Мысалы, магнийдің арқасында ол жеңіл, тыныштандырушы, түйілуді басатын қасиетке ие және зат алмасуды ретке келтіреді. Сонымен қатар оның құрамында кальций мен фосфор сүйектерді тісті және шашты қатайтуға және темір қаназдықты болдырмауға көмектеседі. Бұл сусынды ыстық күні қатты теритіндерге немесе тамақтан уланғандарға ішу ұсынылады. Себебі ол калий мөлшерін қалпына келтіруге көмектеседі. Каркаденің құрамында А, С, П, П және Б тобының дәрумендері көп. Ол қан тамырлар қабырғасын қатайтуға ықпал етеді. Авитаминоздан құтылуға көмектеседі. Жүйке жүйесін реттейді, күйзелістен қорғайды және көңіл күйді көтереді. Оның құрамындағы барлық микроэлементтер, дәрумендер мен қышқылдар жинағы миға жақсы әсер етеді. Сондықтан бұл сусынды емтиханға дайындалғанда ішуге болады. Каркаде қысымды ретке келтіріп, ағзаның жалпы жағдайын жақсартады. Алайда одан дайындалған ыстық сусын қысымды көтереді. Суық сусын қысымды төмендететінін ескеріңіз. Тек сау адамдарға ол бейтарап әсер береді. Каркаденің зиянды жақтарын айтатын болсақ, каркаденің пайдасы оның зиянды тұсынан басымырақ, алайда оның да кез келген өнім секілді қарсы көрсетілімдері бар. Каркадені жоғары қышқылдығы, гастрит немесе жараның ұлғайған түрі бар адамдарға абайлап ішу керек. Оның несеп тас немесе өт тас ауруы кезінде қолдануға болмайды. Себебі ол несеп айдағыш құрал болып табылатындықтан бүйректегі және өт қабындағы ауыратын тастарды қозғап жіберуі мүмкін. Сонымен қатар каркаде кей адамдарға аллергия беруі мүмкін. Каркадені кішкентай балаларға, соның ішінде диатезбен қиналатын балаларға бермеңіз. Жүкті және емізетін әйелдерге қауіп деңгейі орнатылмаған, сондықтан да дәрігерден кеңес алған жөн. Каркадені қалай дайындау керек? Каркадені әйнек немесе балшықтан жасалған керамикалық, фарфор және фаянс ыдыстарда дайындау керек. Себебі сусын металлмен жанасқанда тұнбаның пайдалы қасиеттерін бұзатын заттар бөледі. 1,5-2 шай қасық шикізатқа немесе 3-4 бүтін гүлге 300 мг қайнаған су құйып 5-6 минутқа қалдырасыз. Оны ыстық күйінде де, суық күйінде де ішуге болады. Каркадені жемістермен араластырып, шөлді қандыратын сусын дайындауға болады. 2 литр сұйықтық үшін 5-6 қасық каркаде шайы, 2-3 лимон бөлігі, жалбыз жапырақтары, пышақтың ұшымен ұнтақталған даршын және дәміне қарай қант қосу керек. Каркадеге қайнаған су құйып, 10-15 минутқа қалдырыңыз. Содан соң жалбыз лимон және даршынды салыңыз. Тағы да 10 минут күтіп, қант салыңыз. Сусынды суытыңыз және мұзбен ұсыныңыз. Каркадені жылдың қай мезгілінде болса да қолдануыңызға болады. Ыстық күнде шөліңізді басатын, суық күнде жылытатын бірегей сусынның бірі. Күніне 1 стакан каркаде ішкеннің тағы бір пайдасын айтатын болсақ, шөптің қабынуға қарсы емдік қасиетінің барында, ағзадан улы заттарды шығарып, тазалауға жақсы көмектеседі. Сондай-ақ өттен сөл бөлінуді жақсартып, ағзадан артық сұйықтықты шығарып тастауға, зат алмасуды күшейтуге, ми жұмысын белсенді жұмыс істеуге көмектеседі. Жүйкеңіздің тыныштығын сақтағыңыз келсе, каркадені күніне 1 стаканнан ішіп тұрғаныңыз да дұрыс.
Қандай да бір затты қолданар алдында өз дәрігеріңізбен кеңесуді ұсынамыз. Сіздерге пайдалы кеңестерім ұнаған болса, арнама тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Сіздермен болған плюс бәріне керек арнасы.